Армысыздар, эфирде референдум лайф. Жалпы ұлттық коалиция жұмысының екінші аптасы немен есте қалды? Бірге шолу жасайық. Здравствуйте, в эфире референдум лайф. Чем запомнилась вторая неделя работы общей национальной коалиции? Давайте подведем итоги вместе. Ақмола облысының тұрғындары жаңа конституцияның жобасын талқылады. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов бастаған коалиция мүшелері жергілікті жастармен, спортшылармен, еңбек ұжымдарымен кездесті. Одан бөлек өнер ақсақалдары және этномәдени бірлестік өкілдері де жиынға қатысты. Ерлан Қошановтың айтуынша, ұлтаралық диалог халық кеңесі арқылы жүзеге асырылып, мүлдем жаңа деңгейге көтеріледі. Жергілікті жұртшылық, әсіресе этномәдени бірлестік мүшелері жоспарланған өзгерістерді қос қолдап, қолдайтындарын жеткізді. Бастысы ата заңға адами капиталды дамыту арқылы ғылым мен білім, мәдениет пен спортта алға қадам басуға болады деген пікірде. Көкшетау қаласындағы Болашақ сарайы ғимаратында өткен жиынға шамамен 400 адам қатысты. В Мангистау прошел форум в поддержку новой конституции с участием группы «Музарт». В масштабном мероприятии приняли участие около 4000 человек. Представители общественности, депутаты маслихатов, члены общественных объединений, молодежь и жители региона. Артисты исполнили популярные композиции, объединив в зале представителей разных поколений и создав особую атмосферу единства и патриотического настроения. Мероприятие было посвящено вопросам конституционных реформ, общественного развития и гражданской ответственности. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов бастаған коалиция мүшелері Қарағандыға барды. Арқа төсіндегі алқалы жиын достық үйінен басталды. Мұнда 200-ден астам қоғам белсендісі мен этномәдени бірлестік өкілі жиналды. Күн тәртібінде ата заңның жаңа редакциясы. Жиналғандар билік тармақтарының жаңаруы мен халық кеңесін құру мәселесін қызу талқыланды. Коалиция мүшелері кеншілер мен жастардың да пікірін тыңдады. Профессорлық оқытушылық құрам мен студенттер үшін конституциялық жаңа редакциясы ертеңгі күнге деген сенім. Ал қарағандылық шахтерлер үшін бастысы заң алдындағы теңдік пен еңбек адамдарының құқығын қорғалуы. Петропавловске под председательством заместителя премьер-министра, министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялась встреча представителей творческой, научной интеллигенции и работниками образования с членами общенациональной коалиции за народную конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана. Открывая встречу, Аида Балаева отметила, что философия новой конституции принципиально ставит в центр человека, его достоинства, права и благополучие. Сонымен қатар Солтүстік Қазақстан облысында өткен кездесуде жаңа конституциядағы жастар мен волонтерлік қызметкерлердің рөлі талқыланды. Кездесу барысында республикалық референдумға ұсынылған жаңа конституция жобасының негізгі тармақтары талқыланды. Аида Балаева елдің жаңа даму моделінде креативті индустриялардың маңызды сөз етіп, бұл бағыттағы басымдықтар құжатта көрініс тапқанын айтты. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында мәслихат депутаттарымен, жергілікті жұртшылықпен, белсенді жастармен және еңбек ұжымдарымен кездесті. Барлық іс-шара жаңа конституция ұзақ мерзімді дамудың берік негізі тақырыбына арналды. Сондай-ақ кездесулерде мемлекет басшысы айқындап берген реформалардың басым бағыттары, ата заңның негізгі жаңа нормалары және президент тапсырмаларын жүзеге асыру аясындағы бірлескен жұмыс тетіктері талқыланды. Представители коалиции за народную конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана во главе с государственным советником Ерланом Кариным провели встречу с общественностью Актюбинской области. Основная цель – разъяснение положений нового основного закона страны. Так, на встрече с работниками железнодорожной отрасли Ерлан Карин отметил значимость труда работников этой отрасли и рассказал о ключевых моментах новой конституции. По его словам, проект нового основного закона страны усиливает государственную направленность социальной политики и закрепляет гарантии защиты трудовых прав, повышая статус человека труда. В свою очередь, участники встречи подчеркнули важность новой конституции, отметив, что она направлена на долгосрочное развитие государства. В обсуждении проекта новой конституции включилась и студенческая молодежь региона. На встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова госсоветник подробно рассказал о том, как
как разрабатывался проект новой Конституции. Особое внимание было уделено развитию человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Важно отметить, что проект новой Конституции направлен на развитие справедливого государства и расширяет участие казахстанцев в управлении страной. Также в Костанайской области состоялась встреча государственного советника Ерлана Карина и членов общенациональной коалиции с общественностью региона. В обсуждении приняли участие около 300 человек: общественные деятели, представители аграрного и промышленного секторов, социальной сферы, научная и творческая интеллигенция, представители спортивной сферы и молодежь. Жалпы ұлттық коалиция мүшелері Батыс Қазақстан облысының зиялы қауыммен, креативті әрі белсенді жастармен, Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің профессор-оқытушылар құрамымен, студенттермен және азаматтық қоғам өкілдерімен кездесті. Делегацияны Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі, жалпы ұлттық коалиция төрағасының орынбасары Аида Балаева бастап барды. Кездесу барысында Аида Балаева әділетті Қазақстан идеясы, заң мен тәртіп қағидаттары және табиғатқа жауапкершілікпен қарау алғаш рет конституциялық деңгейде бекітілетінін атап өтті. Сонымен қатар ата заңға ұлттық валюта, теңгенің мәртебесі мен эмиссия құқығының тек Қазақстанға тиесілі екені конституциялық деңгейде көрініс тапқанын сөз етті. Кездесу соңында азаматтар өз пікірлерін білдіріп, сұрақтарын қойды. Жалпы ұлттық коалиция мүшелері ашық талқылаудың маңызды екенін жеткізді. В Астане прошел межпартийный диалог «Новая Конституция. Новые возможности», посвященный обсуждению проекта новой Конституции. Межпартийный диалог – это уникальный формат обсуждения, состоящий из 4 раундов с четким регламентом и конкретной задачей для спикеров. В диалоге участвовали 14 спикеров из 7 партий Казахстана, которые высказались о проекте новой Конституции, отвечая на вопросы модераторов и простых казахстанцев. Спикеры обсудили конституционное закрепление суверенитета и национального единства, усиление парламентского контроля, приоритет развития образования и науки, социальные гарантии, защиту собственности, экологическую ответственность государства, цифровые права граждан и роль общенародного референдума в принятии ключевых решений. Астанада жаңа конституцияға байланысты референдум қарсаңында талдау уран өтті. Жүгіруге талдау комьюнитидің 500-ден астам мүшесі және саламатты өмір салтын дәріптеп жүрген белсенді азаматтар қатысты. Олардың қатарында парламент депутаттары мен мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың талдау құрылымдарының өкілдері бар. Сенат төрағасы атап өткендей, мемлекет басшысының бастамасымен бүгінде барлық салада кешенді өзгерістер жүргізіліп жатыр. Также отметим, что трудовые коллективы нефтедобывающих предприятий выразили поддержку новой Конституции страны. На предприятиях трудятся десятки тысяч работников, которые ежедневно обеспечивают стабильную добычу нефти и газа, внося значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и укрепление экономики страны. Работники нефтегазовой сферы уверены, что принятие новой Конституции станет прочной основой для устойчивого экономического роста, социальной справедливости и укрепления независимости государства. Также коллектив Мангистауского атомного энергетического комбината выразил поддержку новой Конституции Республики Казахстан. Сегодня коллектив предприятия насчитывает более 3500 человек. В коллективе предприятия отметили, что новая Конституция направлена на дальнейшее укрепление государственности, развитие демократических институтов и повышение роли граждан в общественно-политической жизни страны. Бүгінге айтарымыз осы. Аман, сау болыңыздар.